субъект деп тіріге айтады, объект деп тірі емеске айтады. Және де субъект пен объектінің координаттары болады, яғни орналасқан жері. Мұхаммед пыраққа мініп 7 қат аспанның ар жағына ұшып барғанда, бұл жерде Алланың координаты бар екенін аңғарамыз. Және де екеуінің кездесуі барысында екеуінің де интеллектуалды өлшемі байқалады. Өйткені Алла Мұхаммед арқылы адамзатқа 50 намаз бұйыртады. Осыны естіген Мұса Мұхаммедтен Аллаға қайтып барып намаздың санын қысқартуға сұрайды. Адамдар 50 намаз бере алмайды деп. Өстіп Мұхаммедті Аллаға бірнеше рет солай жіберіп тұрады дағы, түбі 50 намазды 5 намазға дейін түсіртеді. Міне сол үшін де бүкіл мұсылман қауымы Мұсаға риза болуы керек.